Ассалаумағалейкум, менің оқырмандарым. Мен сіздерге қазір бір эксперимент көрсеткім келіп отыр. Яғни Құранның сүресі тыңдатылып, структураланған су мен краннан алынған судың екеуінің айырмашылығын көрсетеміз. Яғни екеуіне біз эксперимент жасаймыз. Сол экспериментті сіздер көретін боласыздар. Ол үшін бізге керек күріш, қасық және екі бірдей ыдыс, және мынау оң жақта тұрған структураланған су, сол жақта тұрған краннан алынған су. Соларды эксперимент жасаймыз. Ол үшін екі қасықтан әрқайсысына саламыз. Екі қасықтан саламыз. Мына жаққа да екі қасық күріш саламыз. Саламыз. Мына суға Құранның суы құйылып, структураланған су құямыз. Мұнда краннан алынған суды құямыз. Екеуін бірдей құямыз. Енді осы екеуін екі жерде, бір-бірінен қашық жерде сақтаймыз. Қараңғы жерде тұрады. Бір жеттен кейін біз осының результатын сіздерге көрсететін боламыз. Ассалаумағалейкум. Бізде бір жеті уақыт өтті. Енді осы эксперименттің результатын сіздерге көрсеткімізге отыр. Мынаны алсақ, бұл тұрған өткендегі сол структураланған суға салынған күріш, мына көріп отырсыздар. Мынау структураланбаған суға салынған күріш, екеуінің айырмашылығын көрсеңіздер болады. Яғни бұл жерде бұл күріш сол қалпында тұр, ешқандай өзгеріссіз, иісі де жоқ. Ал мына күріш бұл бұзылған, қарайып кеткен. Көріңіздер. Осы результаты. Бұның иісі шығып өткен. Мынада ешқандай иіс жоқ. Иіс шығып өткен. Енді осы эксперименттің нәтижесінде міне структураланған судың антибактериальный екені дәлелденді. Ешқандай бұның дәмінде, даже түсінде, иісінде ешқандай өзгерісшілік жоқ. Ал мынада уже бактериялар ашуға айналған, иісі де бәрі жағымсыз иістер шығып ашуға айналған. Осы біздің экспериментіміздің результаты. Рахмет. Егер сіздерге осы біздің көрсеткен экспериментіміз ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Лайкқа комментарий жазыңыздар, комментарийға лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.